Бір күні Гаухарның ертегілер әлемінде Микки мен Тедди Аю ертегі айтуға дайындалып отырады. Гаухар апай әлі келмеген еді. Тедди, бүгін ертегіні осы қоңыраумен бастаймыз. Ол сиқырлы. Жоқ, ең маңыздысы осы кітап. Ертегі кітапсыз болмайды, Микки. Екеуі дауласа бастайды. Жоқ, қоңыраумен бастаймыз. Жоқ, кітаппен бастаймыз, кітаппен. Екеуі ақыры сөзбен шеше алмай, бір-бірінің қолындағысын тартып, төбелесе бастайды. Жоқ дедім, мә саған, мә. Мен бірінші бастаймын, Тедди. Сәлем, балақай. Мәссаған, мына жақта не болып жатыр? Мен жоқта екеуі төбелесіп жатыр ғой. Мен бұлардан бұндайды күтпеп едім. Жоқ, мен дедім, мен. Қане, екеуіңе не болды? Микки, Тедди, қане? Неге төбелестіңдер? Экранның алдында қаншама бала сендерге қарап отыр. Ал екеуің болса, төбелесіп жатсыңдар. Сендер балақаймен амандастыңдар ма? Әлде төбелесіп жүріп, оны ұмытып кеттіңдер ме? Ой, балақай, сәлем. Сәлем, балақай, сәлем. Мен бірінші амандасамын. Жоқ мен. Балақай, сәлем. Тұра тұр, мен амандасып жатырмын ғой. Жоқ, мен енді амандасам. Қане. Кім маған түсіндіреді? Бұл жерде не болып жатыр? Не үшін дауластыңдар? Балалардан ұят болды ғой. Мен қоңыраумен ертегі бастағым келген. Ал мен кітаппен бастағым келді. Кітап білім бұлағы емес пе? Қане енді екеуің мені тыңдаңдар. Ертегіні қоңыраумен де, кітаппен де бастауға болады. Ең бастысы бір-біріңді тыңдай білу және ренжітпеу. Солай емес пе, балақай? Балақай да экранның ар жағынан мені қолдап отыр. Қане екеулерің татуласыңдар. Бұдан былай төбелеспейміз деп уәде беріңдер. Бересіңдер ме? Я, мен енді төбелеспеймін. Екеуіңді балақайлар өте жақсы көреді. Себебі сендер ертегінің кейіпкерісіңдер. Сондықтан да бұдан былай төбелеспеңдер. Егер сендер бір-бірлеріңді ренжітсеңдер, ертегі әдемі болмайды. Мен түсіндім. Енді төбелеспеймін. Тедди, кел екеуміз ертегіні бірге бастайық. Біз енді төбелеспейміз, балақай. Ертегіні әрқашан енді бірге бастайтын боламыз. Сендер балақайдың алдында сөз бердіңдер. Бұдан былай төбелеспейсіңдер. Солай ғой? Я, солай. Өте жақсы. Екеуіңнің татуласқандарың дұрыс болды. Бүгін ойламаған жерден Микки мен Теддидің төбелесін тамашаладық. Бірақ енді олар төбелеспейміз деп уәде берді. Ал сен ше, балақай, досыңмен төбелесесің бе? Әрине төбелеспейсің, я? Енді Микки мен Тедди де ешқашан төбелеспей, барлығын ақылдасып шешетін болады. Я, балақай, достық әрқашанда қымбат. Мен енді дау емес, достық қымбат екенін түсіндім. Микки мен Тедди ертегі ешқандай затпен емес, тек жүрекпен айтылатынын түсінді. Ал достық болмаса, ешқандай қоңырау да сыңғырламайды, ешқандай кітап та ашылмайды. Балақай, достық деген
бір-бірін тыңдай білу, кешіре алу және бірге болу. Ал дау туындаған жағдайда, оны міндетті түрде ақылмен шешу керек. Достық бар жерде ертегі әрдайым бақытты аяқталады. Ал жақсы балақай, сенің ұйқыға жататын уақытың болды. Біз сенімен ертеңге дейін қоштасамыз. Сау бол, балақай. Келесі кездескенше, балақай. Жақсы жатып, жайлы тұр. Келесі кездескенше, сау бол.